мың жылдан асылан тарихқа ие. Алпамыс дастаны Қарақалпақ жырауларының сүйіп жырлаған дастанларының бірі. Оны халқымызға кеңінен белгілі жыраулар Қожамберген Ниязов, Өгіз жырау, Есенмұрат Мырабуллаев, Құрбанбай Тәжібаев, Арзымбет жырау, Қияс Хайратдинов, Карам Нағимов, Тәңірберген Төрениязов, Жиенмұрат Бекмұратовлар жырлап бүгінгі күнге дейін жеткеріп келген. Әрбір жыраудың жырлаған варианты өзіне тән өзгешеліктерге ие. Сөз етіліп отырған 8-ші вариант 2000 жылдарға дейін Өзбекстан Өлеңдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімінің қорында қолжазба түрінде сақланып келген еді. Бөлім басшылығы Қарақалпақ фольклорының 100 томлығын баспадан шығару мақсатында қайырлы іс басылып, 2007 жылы оның бірінші 8-ші томын баспадан шығарды. Бір кітапқа жамделген бұл 8 томнан Алпамыс дастанының 8-ші варианты орын алған. Қолыңыздағы бұл кітап Қияс жырау Хайратдиновтан 1955 жылы ілімпаз Артық Каримов тарихын жазып алынған.